Ал сәлем достар, қалайсыңдар? Кеш жарық. Бүгінгі біздің тақырып жалпы телефондарда, Redmi телефондарда сайтқа кіргенде жарнаманы қалай кетіру жайлы айтатын боламыз. Жалпы ол жарнама деген барлығымызға да зиянын тигізіп тұрған дүние. Сәтті көрілім болсын, ендеше біз бастаймыз. Ол үшін достар, мына Google'ға кіреміз. Google'ға кіріп Акет деген сайт бар, соған кіреміз. Бұны таңдаған себебім, бұда пайдалы мәлімет өте көп, сонымен қатар жарнамасы да жеткілікті. Мына қарап тұрғандарыңыздай жарнама уже басынан бастап шыға бастады. Мына Easy деген және тағы басқа жарнамалар шыға бастады. Мына астына түсірген сайын көріңіздер ғой, жарнама деген өте көп. Ал енді бұны өшіру үшін біз настройка бөліміне барамыз. Настройка бөліміне барып, подключение и общий доступ деген бар. Соған барып, частный DNS сервер деген бар. Соған барып, әдетте отключен болып өшіріп тұрады. Соны біз имя хоста провайдера DNS деген таңдаймыз. Соған таңдап, тура осылай жазамыз. Бір әрпінде қате кетірмей жазамыз, әйтпесе бұл дұрыс іске қосылмай қалады. Ал енді біз жаңағы сайтқа басынан кіріп көрейік. Акет деген кірдік, қазір ашылып жатыр. Воля, жарнама жоқ. Көріңіздер, астына түсіріп, көріңіздер ғой, жарнама жоқ, реклама жоқ. Ал енді өздеріңіздер жалпы кез келген сайтқа кірген кезде рахаттанып тұрып, өзіңізге керекті мәліметтерді ала бересіздер. Мына тіпті жаңа типта көріп жатырмын. Сонда да жарнама шықпайды. Мына читатта далее деген бұл сайттың өзінің бөлімдік жаңалықтары. Жақсы достар, сау болыңыздар.